Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Сіздерді сырлы әңгімелер арнасында көргеніме қуаныштымын. Есіңізде болсын, ең құпиялы әңгімелер әлі алда. Оларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басыңыз. Ауылдың шетіндегі ескі үйдің алдында қарт ана жолға қарап отыр. Оның жанарында мұң, жүрегінде сағыныш бар. Ол бүгінде баласы Асқардың келетінінен үмітті. Ананың сөзі іштей толғауы немесе дауыстап айтқаны. Бүгін жұма. Балам жұма сайын келуші еді. Осы жолы да жұмыстан қолы тимей жатқан шығар. Құлыным-ау, сенің амандығыңнан басқа не тілейін? Бірақ мына кәрі жүрек сағынышқа шыдамай барады. Саған арнап бауырсақ пісірдім. Сүр етті астым. Сенің жақсы көретін тамағың ғой. Телефон шырылдайды. Асқар мен анасының сөйлесуі. Асқар: алло, мама. Я, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсымын, балам, жақсымын. Өзің қалайсың? Бала-шаға аман ба? Келінім қалай? Сағынып кеттім сендерді. Осы демалыста келесіңдер ме? Мама, осы жолы келе алмайтын болдым. Жұмыс бастан асады. Бастық демалыс бермей жатыр. Қаланың тіршілігін білесіз ғой, бір сәт тоқтау жоқ. Келесі аптада бұйырса барып қалармын. Ақша салып жібердім, керегіңізді алыңыз. Иә балам, ақшаң керек емес қой маған. Өзіңді бір көрсем деуші едім. Мейлі, жұмысыңнан қалма. Бастығың ұрыспасын. Аман болсаң болды. Телефон тұтқасы қойылады. Ананың ауыр күрсінісі. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Асқар қаланың жасанды жылтырағанына үйреніп, ауылдағы алтын қазынасын ұмыта бастаған еді. Ол үшін анасына ақша жіберу парызын өтеумен тең болды. Бірақ ана жүрегіне ақша емес, жылулық керек екенін түсінбеді. Көршісімен немесе ауылдағы танысымен әңгіме айтып қалды. Апа-ау, тағы да Асқарды күтіп отырсыз ба? Келмейді ме? Жұмысы көп екен баламның. Үлкен қызметте ғой, қолы тимейді. Елдің баласы секілді емес, менің балам оқыған, мәдениетті. Келеді әлі бұйырса. Анасы баласын ақтап, оның келмегеніне жұмысын сылтау етіп, өзін-өзі жұбатады. Асқардың салқындығы мен ананың ыстық махаббаты арасындағы қарама-қайшылық осы алғашқы минуттарда анық көрінді. Асқар ауылдағы анасының денсаулығын нашарлап жүргенін естіп, амалсыз қалаға алып келуді ұйғарды. Бірақ бұл шешім оның шаңырағында үлкен даудың басы болды. Асқар мен әйелінің пәтердегі кикілжіңі. Асқар, сен не айтып тұрсың? Анаңды осында әкелемін дегенің рас па? Пәтеріміздің тарлығын білесің ғой. Балалардың өз бөлмесі бар, біздің өз бөлмеміз бар. Қарт кісіні қайда сыйдырамыз? Ол кісіге ауылда жақсы емес пе? Маманың денсаулығы болмай жүр. Көршілер хабарласты. Жалғыз өзіне қиын болыпты. Емдетіп қасымызға алайық. Не болды сонша? Ол менің анам ғой. Анаң болса ауылдағы үйін жөндеп, күтуші жалда. Бірақ қаланың пәтерінде тұру оңай емес. Оның үстіне менің де өз жоспарларым бар. Қонақтар келеді, жиналыстар бар. Қарт кісі үйде отырса, бәрі басқаша болады. Анасының қалаға келіп пәтерге алғаш кірген сәті. Анасы таңырқап, жасқаншақтап. Ойбу балам-ау, үйің қандай биік, сарай секілді екен. Келінім амансың ба? Немерелерім қайда? Сағынып кеттім сендерді. Мынау ауылдан әкелген құрт майым еді. Дәмін татыңдар. Әйел суық қабақпен. Амансыз ба? Иә, төрлетіңіз. Мына сөмкелеріңізді дәлізге қалдырыңыз. Үйді ластамайық. Асқар, мамаңа жататын орын көрсетші. Менің басым ауырып тұр, бөлмеме кіремін. Анасы мен Асқардың оңашадағы сөзі. Балам, келінің қабағы қатулы ғой. Менің келгеніме ренжіп қалған жоқ па? Егер ауырлық қылсам,
мені қайтадан ауылға апаршы. Мен сендерге кедергі болғым келмейді. Қойшы мама, олай демеңіз. Ол жай шаршап жүрген шығар. Үйге үйреніп кетесіз. Мынау сіздің бөлмеңіз. Осында демалыңыз. Бір жеріңіз ауырса, бірден айтыңыз, жақсы ма? Келесі күні таңертеңгі көрініс. Ананың пәтердегі әрекеті. Анасы таңертең ерте тұрып, үйді жинап тамақ істемек болады. Балаларым ұйықтап жатқанда шайымды қайнатып, тамағымды пісіріп қояйын, қуанып қалсын. Келін ас үйге кіріп келеді. Әйелі айғайлап: апа, не істеп жатырсыз? Мынау не иіс? Біздің үйдің плитасын қалай қолдануды білмейсіз. Бәрін бүлдіресіз ғой. Мен таңғы асқа басқа нәрсе жоспарлағанмын. Өтінемін, ас үйге жоламай-ақ қойыңызшы. Бәрін өзім істеймін. Сіз бөлмеңізде отыра беріңіз. Анасы жалтақтап қолындағы шәйнегін қоя салды. Кешір балам, мен тек көмектескім келгені ғой. Жарайды, бөлмеме барайын. Ананың қалаға келуі оған бақыт емес, үлкен мұң сыйлады. Ол өзін туған баласының үйінде артық адам ретінде сезіне бастайды. Асқардың әлсіздігі мен келінің қаталдығы ана жүрегін бірте-бірте суыта бастайды. Күндер өтіп жатты. Ана қаланың 4 қабырғасына қамалып, ауылдың кең тынысын сағынды. Бірақ одан да ауыры немерелерінің жат бауырлығы еді. Олар әжесінің әңгімесін тыңдаудан гөрі телефонға үңілгенін артық көрді. Анасы мен немерелерінің арасындағы диалог. Айналайындарым, бер келіңдерші. Әжелерің сендерге ауылдың қызықтарын айтып берейін. 4 түліктің қасиетін, ертегін айтайын. Телефонды қоя тұрыңдаршы. Әже, маған ертегі керек емес. Менің ойыным бар. Достарыммен сөйлесіп отырмын. Маған кедергі жасамаңызшы, бөлмеңізге барыңызшы. Құлыным-ау, сендерді сағынып келіп едім ғой. Жарайды, ойнай беріңдер. Кешке қарай Асқар жұмыстан келеді. Әйел мен Асқардың ас үйдегі сыбырласқан сөзі. Асқар: анаңды бір жерге орналастырмасақ болмайды. Ол кісінің иісі маған ұнамайды. Киімдерінде ластап тастайды. Балалардың тәрбиесіне де әсер етіп жатыр. Ескіше сөйлеп. Менің достарым келгенде ұят болады. Бір шешім қабылда. Жарайды, не істейін енді? Далаға қуып шықпаймын ғой. Азғандай шыдашы. Мүмкін ауылға қайтамын десе, апарып тастармын. Осы сөздерді дәлізде тұрған анасы естіп қояды. Оның көзінен жас шығады. Анасы іштей толғауы. Ойбай-ау, өз баламның үйіне сыймай қалғаным ба? Қартайғанда көрген қорлығым ба бұл? Баламды ақ сүтімді беріп, түн ұйқымды 4 бөліп өсіріп едім. Енді оған иісім де, өзім де ұнамай қалыппын-ау. Құдай-ау, менің жанымды алшы, балама маза бермейтін болсам. Анасы мен Асқардың бетпе-бет келуі. Анасы жасын сүртіп, Асқардың алдына келеді. Балам, Асқар, мен ауылға апаршы. Маған бұл жердің ауасы тар екен. Өз үйім, өлең төсегімді сағындым. Келінім де шаршап жүр, мен оған машақат болмайын. Асқар кінәлі сезіммен, бірақ көңілі босамай. Мама, ертең жұмыстан босай алмаймын, сәл шыдаңызшы. Дәрілеріңізді ішіп жата беріңіз, ешкім сізге тиіспейді ғой. Асқар анасының жүрегі қанжылап тұрғанын көрсе де, әйелінің қабағынан аспай үнсіз қалды. Ана байғұс туған ұлының бөлмесіне емес, бұрыштағы суық төсегіне қарай беттеді. Сол түні ол ұзақ жылады. Ананың жаны ең қатты жараланған сәт баланың оны қорғамауы және немерелерінің бөтен адамдай қарауы. Сатқындықтың ең ауыр түрі осы жерде көрінеді. Күндердің күнінде ана төсек тартып жатып қалады. Оның денесі емес, жаны ауырып еді. Асқар болса жұмыстан шаршап келіп, анасының бөлмесіне бас сұғуға да уақыт таппады. Тек ас үйдегі келіннің кәйегі дауысын ғана еститін. Келіні мен Асқардың диалогы. Асқар: анаң тіпті тамақ ішуден қалды. Бөлмесінен шықпайды. Мен барып қараудан шаршадым. Ауруханаға апарсаңшы, әлде бірдеңе істеңізші.
Үйдің берекесі қашты ғой. Жарайды. Ертең дәрігер шақырамын. Не болды сонша? Апам жай шаршаған шығар. Ол кісі ауылда аңсап жатыр, үйреніп кетеді дедім ғой саған. Түн ішінде анасының әлсіз дауысы, Асқардың бөлмеге кіруі. Анасы ернін кезеріп әзер сөйлейді. Асқар, балам, бері келші. Асқар төсек жанына отырып, я мама, не болды? Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Дәрі берейін бе? Анасы баласының қолынан әлсіз ұстап, дәрін керек емес құлыным. Қасымда 5 минут отыршы. Менің сенімен сөйлесетін күнім аз қалған секілді. Сен кішкентай кезіңде қорқатын едің ғой. Мен қасыңда отырып бесік жырын айтатынмын. Есіңде ме? Қазір мен қорқып жатырмын, балам. Жалғыз қалғым келмейді. Асқар қысылып, мама, ертек айтатын уақыт емес қой қазір. Ертең жұмысқа ерте тұруым керек. Демалсаңызшы, бәрі жақсы болады. Дәрігер ертең келеді. Дәрігердің келуімен диагноз қойылған сәт. Дәрігер Асқарды шетке шығарып, Асқар мырза, мен жасырмай айтайын. Анаңыздың тәнінде емес, жанында үлкен дерт бар. Оның өмірге деген құлшынысы сөнген. Бұл кісіге дәрі-дәрмектен бұрын көңіл жылулық керек. Ол өзін керексіз сезініп жатыр. Егер жағдай өзгермесе, жақын күндері айырылып қалуыңыз мүмкін. Асқар аң-таң болып, қалайша, біз бәрін беріп жатырмыз ғой, тамағы тоқ, киімі бүтін. Адам тек нанмен ғана өмір сүрмейді, бауырым. Анаңыздың жанарына қараңызшы, ол жерде үміт жоқ. Анасының ауруханаға жеткізілуі, аурухана дәлізіндегі көрініс. Жедел жәрдем ананы алып кетті. Асқар аурухана дәлізінде жалғыз қалды. Осы кезде оның есіне балалық шағы, анасының оны қалай еркелеткені, ауырғанда басынан сипап таң атқанша отырғандары орала бастады. Оның жүрегінде алғаш рет үрей мен өкініш ұшқыны пайда болды. Материалдық байлықтың рухани бос орынды толтыра алмайтыны дәлелденген сәт. Асқардың бәрі жақсы деген жалған сенімі дәрігердің сөзінен кейін күл-талқан болады. Бұл хикаяның ең ауыр, өкінішке толы шешуші бөлімі. Мұнда ана мен баланың соңғы қоштасуы және кеш түсінген ақиқаты баяндалады. Асқардың даусы дірілдеп шығып, мама, кешір мені. Мен ақмақ болдым. Сенің қадіріңді білмедім. Жұмыс ақша деп көзім соқыр болыпты. Көзіңді ашшы, мама. Енді бәрі басқаша болады. Сен ауылға барамын, қасыңда боламын. Жалғыз қалдырмаймын. Анасы әлсіз жымиып, баласының бетінен сипады. Құлыным, жылама. Мен саған ешқашан өкпелеген емеспін. Ананың жүрегі баласына ренжи алмайды. Сенің амандығың менің соңғы демімдегі тілегім. Немерелеріме айт, әжелерін сендерді жақсы көреді де, келініме де айт, оны кешірдім. Мен енді барамын. Әкең де күтіп тұрған шығар. Анасының қолы салбырап түседі. Асқардың жан дауысы шығады. Мама, жоқ, мама кетпеші. Кешірші. Кешір мені, мен әлі айтып үлгермедім ғой. Сені жақсы көретінімді айта алмадым ғой. Дәрігер, көмектесіңіздерші. Кеш, бәрі де кешеді. Ананың ақ сүтін ақтай алмай, соңғы сапарында жылы сөз айта алмай қалған Асқардың өкініші өзегін өртеді. Ол анасының жеке заттарының арасынан бүктелген бір парақ қағаз тауып алды. Бұл анасының соңғы жазған хаты еді. Асқар хатты оқиды. Айналайын балам, Асқарым. Бұл хатты оқып отырсаң, мен бұл дүниеде жоқ шығармын. Менің саған бір ғана өтінішім бар. Өзіңді кінәлама. Иә, қаланың тіршілігі сені шаршатты. Мен оны түсінемін. Сенің маған дауыс көтергеніңді, келінімнің суық сөзін мен баяғыда ұмытқанмын. Мен үшін сен әлі де бесіктегі бейкүнә сәбиімсің. Тек бір нәрсені ұмытпа, балам. Балаларыңа көп көңіл бөл. Олар менің қателігімді қайталамасын. Ананың батасы сені мәңгі жебеп жүреді.
Мен бақыттымын, себебі соңғы минуттарында сенің қолыңды ұстап жаттым. Қош бол, құлыным. Асқар қатты құшақтап, еңкілдеп жылады. Ол енді ешқашан анасының иісін сезе алмайтынын, оның балам деген жылы дауысын естімейтінін түсінді. Қадірлі ағайын, анаңыз тірі кезінде хабарласыңыз, жақсы көремін деп айтыңыз. Себебі ертең кеш болуы мүмкін. Ананың жүрегі жер бетіндегі ең үлкен қазына. Оны жоғалтып алған соң, алтынмен де, күміспен де қайтара алмайсыз. Бұл туынды әрбір оқырманның жүрегін тебірентіп, ата-анаға деген құрметті оятуға бағытталған.